бізбен бірге Мұқағалидың дауысын естіп, Мавр поэмасынан үзінді тыңдаңыздар. Және ақынның өзінің көзінің тірісінде ең алғаш рет және ең соңғы рет түскен киносюжетті бізбен бірге көріңіздер. Сол адамдар, сорлы адамдар баяғы, сойқан содыр бүліктер, ақылдыға қақпан құрып қояды, ақымаққа сый құрмет біліп көр. Біле тұра тағдыр дейміз жарандар, бос сөз өтірікке санаңдар, тағдырыңды жасайтын да адамдар, тағдырыңды білдіретін адамдар. Сырыңдалған, құныңдалған өмір, өмір өзі бір құйын, ұлы болып туылғаннан, ұлы болып өмір сүрмек тым қиын. Бұрын адам сезбеген, бұрын адам көрмеген, қарсаттан дол қатерге, қарсы алдынан көлденің қандай сыйды тартар екен жат елде. Таңдап алды бұл өмірдің тозағын, жердің үсті болып елі отаны, арқалап ап ашынғандар азабын, елес болып кездол Европаны. Нелер ойлар қайталанды, жаттанды, нелер милар шатынады, дат шалды. Кім біледі, Мавр соның бірі ме, ең ақырғы азап жолын аттан.